Сәлем достар, бүгін мен сіздерге етті бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен қамырын дайындаймын. Сол үшін бізге бір жұмыртқа, қаймақ және де сұйық май қажет болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен бір шай қасық тұз саламыз. Ұнға қопсытқыш салып араластырамыз. Ұнды електен өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды целлофанға салып, холодильникте жарты сағат ұстаймыз. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге 500 граммдай фарш, 2 пияз, 3 картошка керек болады. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Картопты кубиктап, тоже ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған майға фаршты 2 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін пиязды салып, тағы да 2 минуттай қуырамыз. Картопты саламыз. Үстінен бір шай қасық тұз, керегінше бұрыш салып, тағы да қуырамыз. Толықтай дайын болғанға дейін қуыру міндетті емес, себебі қазір пеште пирогпен бірге де олар піседі. Қамырымызды холодильниктен алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігі пирогтың астыңғы жағы, екінші бөлігі үстіңгі жағы. Жақсылап жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырды пергаментке саламыз. Сосын үстіне салмасын саламыз. Салмасы міндетті түрде суық болу керек. Бүкіл жерге бір келік етіп саламыз. Шетінде 2 сантиметрдей қалу керек. Қазір бір-бірін біріктіруге қамыр қалу керек. Енді пирогтың бетіне жабылатын қамырды жұқалап жаямыз. Үстіне саламыз, 2 жанын осылай видеода көрсетілгендей етіп біріктіріп шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минуттай пісіреміз. Осымен біздің еттен жасалған пирогымыз дайын болды. Қамыры өте қытырлақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл пирог кез келген мерекелік дастарханның көркін ашатын болады. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әлі алда талай тағамдардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.